осы бауырсақ сапын қалай жасап екенін білесің бе? Жоқ, мен де білмеймін. Мен апайдан сұрап, апам может білетін шығар. Сәлеметсіз бе, апай? Өзі жаңа бауырсақ өте тәтті болыпты. Соны қалай пісіргенін сөндірсеңізші. Сәлеметсіздер қыздар. Зерттеу орталығына қош келдіңдер. Олай болса, мен сендерге нанның дастарханға қалай келетінін түсіндіріп берейін, иә? Қыздар қарайықшы. Мына не екенін білесіңдер ме? Білеміз, бұл дәм. Иә, бұл бидайдың дәні. Қане қолдарыңызды ұстап қарайық, өзі кішкентай, иә? Өзі кішкентай дәнді, осы кішкентай дәнді жерге егеміз екен. Бірінші жерге егіп, суарып, баптап, содан кішкентай дәнімізден үлкен бидай жайқалып өседі екен. Қарайықшы қыздар, үлкен бидай өседі. Сендер бидайды көрдіңдер ме? Ұстап көрсеңіздер болады. Осындай жаңағы кішкентай дәнімізден осындай үлкен бидайларымыз өсіп шығады. Ұзын сабақтармен бидай өсіп шығады жерде жайқалып, иә? Осы бидайды, өсіп шыққан бидайды комбайнмен жерден жыртып алады екен. Комбайнмен жинап, тиеп, оны ерменге алып келеді. Осындай ерменге әкеліп, жаңағы жинаған бидайларымызды төгеді. Сол жинаған бидайларымыздан ерменге әкеліп, одан осындай ұн жасайды. Аппақ осындай ұнымызды жасайды. Енді біздер осы ұнымыздан осындай түрлі нан тағамдарын пісіру үшін бауырсақ, тәтті тоқаш, нан, соларды пісіру үшін осындай қамыр дайындаймыз ұннан. Осындай қамыр дайындап, осы қамырдан тәтті нандарымызды, тоқаштарымызды бәрін осылай пісіреміз екен. Ендеше қыздар, жаңағы қамырымыздан қалыбымызға салып, әдемілеп нан пісіріп көреміз бе? Олай болса асханамызға барып, пешімізге нанымызды салайық. Қыздар, біздер асханамызға келдік. Олай болса жаңағы қамырымызды пешке салып пісірейік. Қараймыз. Осы пешімізге салдық. Енді осыны 180 градуста 40 минуттай нанымызды пісіріп аламыз, иә? Біздің жаңағы пешке апарып салған нанымыз дайын болды. Міне бізде әдемі осындай нанымыз пісіп шықты. Кәне, сіздер нан туралы тақпақ білесіңдер ме? Мен білемін. Айта қойшы, Айжан. Нанның қиқым шашпаңда, жерде жатсы баспаңда. Керіп ал, қыстайырып, торғайларға дастаңда. Жарайсыңдар қыздар. Ендеше сендердің аналарымен бірге дайындаған тамақтардың дәмін көрейікші. Бұл өте жақсы. Нанымыз тәтті екен? Иә, нанымыз біздің тәтті. Нанымыз біздің киелі ас. Ас атасы нан, нан атасы дән деген осыдан қалса болу керек. Мен қалай келетінін біліп жүрем. Сізге көп рахмет. Қыздар, біздің жасаған зерттеу жұмысымыз сіздерге ұнады ма? Иә. Өте жақсы. Көп рахмет.